Ассалаумағалейкум. Бізде келесі кезекте бош холодильник. Бұны просто емес. Бізде трубкамен суытады. Бұл астыда үстіде суытпай қалған. Мотор істеп тұр. Компрессор жұмыс істеп тұр. Бұның астыда жіңішке труба тесіліп кеткен. Содан фреон кеткен. Қазір бәрін ауыстырып, фильтрін ауыстырдық. Сваркілеп болдық. Давлениемен тексердік, потом воздухын тазалап жатырмыз. Воздухын тазалап болғасын фреон құямыз. 600 фреон. Холодильниктің бәрінен кезігеді. Осындай трубка. Оны кейбір кісілер бұны қимайды да. Қиып алыпса, бұны прямой қосып салу керек. Бұл астынан кіріп, бір кішкене жер айланып, моторға қайтып келетін зат. Бұны қиып тастайсыздар да, мұнда сыртқа неге прямой қосып тастайсыздар. Көп кісілер соны жасамайды да, бұны ауыстын прямой жалғамайды да, фреон құя береді, ол 2-3 күннен кейін шығып кете береді. Міндетті түрде қиып қосып тастайсыздар. Фреонды құятын кезде компрессорды тоққа қосып қоямыз. Ішіне ауа жіберуге болмайды. Газды қайтып ұстап тұрамыз. Қатты да жіберуге болмайды. Шлангын бір толтырып, алғасын соны бір жіберіп, екіншісін келесіде жіберіп отырамыз. Бұның бір толтырған өзі шлангының ішіне 12 граммдай кетеді бір құйылғанда. Сапырақымыз жасап жатырмыз. Жақсы істеп, жақсы айланғанда сырт трубалы кәдімгі паровой сияқты қызып тұрады. Фреон айланбаса қойса егер, бұлар қызбай қояды. Жүз фреонды нөлге жеткізбейсіздер. Өлшемі. Жалпы 70 граммдай фреон кетеді. Фреонды өлшеп қана құя салуға болмайды. Қарау керек. 5-10 грамм артық іштен етпейді. Кем болып қаса болмайды. Негізі біткенше қарап отыру керек. Асты үсті бәрі мараз дейді болғанға дейін. Бұл кейбір кісілер өлшеп құя салып кетіп қалады. Онда дұрыс жұмыс жасамай қалуы мүмкін. Не аз, не көп болып кетеді. Кейбір кісілер мына обратка мұздалғанша фреон құям деп сөйтіп айтып отырады. Ол дұрыс емес, көп болып кетеді. Ішінде жазылып тұрады қанша грамм өлшем екен. Оны мен бесі алып жүрмеймін, өлшейді. Мұнан үйреніп ағамыз. Жасап жүргенде 15-20 жыл болып қалды. Мұнан мен өлшей салам шлангымен қанша грамм екен.